8-ші сынып ТЖБ 4-ші тоқсан. Кеттік. Ең бірінші бізде тыңдалым. Тыңдалым бойынша біз доктор Шоу, яғни атақты кардиолог кісінің радиода беріп жатқан интервьюін тыңдаймыз. Және алғашқы үш задания бойынша біз не істеуіміз қажет? True, false қоюымыз қажет екен. Ең бірінші сұрақ бізде айтады: The main reason for increasing problems with heart is modern lifestyle. Бізде бұл true. Яғни бұл жерде бізде не айтып жатыр? Ең маңызды проблема, жүрекпен болып жатқан проблемалардың ең негізгі причинасы, ең негізгі себебі ол біздегі күнделікті өмірдегі өмір сүру стиліміз дейді. Келесі, доктор Шо says most people would eat a healthier diet if they had more time. Бұл жерде бізде тоже true болады. Неге? Себебі доктор Шо айтады, адамдардың уақыттары жоқ болғандықтан олар take out food деп айтады жаңағы интервьюда. Unhealthy food жей бастайды. Егер олардың уақыттары болса, олар жаңағы пайдалырақ тамақ жер еді деген тұжырымдамаға келеді. If you have a healthy diet, you do not have to exercise. Ол бізде false. Яғни доктор Шоу айтады, тек қана тамақ жеп қана қоймай, біз онымен бірге не істеуіміз қажет дейді, жаттығу жасауымыз қажет дейді. Келесі, ары қарай келесі тыңдалым бойынша, тапсырмамыз бойынша біз мына беріліп қалып кеткен, яғни не жазуымыз қажет? Бұл қалып кеткен жерлерге екі сөзден артық сөз жазбауымыз қажет екен. Яғни төртіншіде айтады, people tend to eat. Бұл жерге біз unhealthy деген сөз жазсақ болады. Немесе take out food жазамыз. Unhealthy food деп жазасыздар, немесе take out food деп жазасыздар. Бұл бізде не полезный деген мағынаны береді. If people do physical activities at a regular basis, тұрақты түрде физикалық активити жасайтын болса дейді, they strengthen their muscles, яғни бұлшықеттерін күшейтеді, нығайтады дейді, and increase their, бізде жаңағы интервьюда айтты, lung capacity дейді. Lung дегеніміз өкпенің сыйымдылығын деп айтсақ болады, capacity. Сыйымдылығын арттырады дейміз. Так, келесі ол бізде доктор Шо says men in their 50s do not eat balanced meal деп айтады. Біз мына жаққа balanced meals қоямыз. Келесі бізде reading task бойынша. Бұл жерде бізде текст Кеннет деген жігіт туралы. Біз қазір сіздермен астына берілген 6 сөйлемге true немесе false қойымыз қажет екен. Ең біріншісі, Kenneth would like to be a baseball player because he was always the best in the team. Бұл бізде false. Яғни ол бейсбол ойыншысы болғысы келген, бірақ ол ең мықтысы болмаған. Мына жерде бізде I was never the best player on the team дейді. Келесі, he enjoyed himself while playing baseball дейді. Бұл бізде true. Яғни бейсбол ойынында ол мықты ойыншы болмағанымен не істейді дейді, рахаттанды, яғни оған ұнайтын еді бейсбол ойнаған дейді. Келесі бізде he was continuously played basketball since he was a child дейді. Бұл жерде бейсбол деген сөз болу керек баскетболдың орнына негізі. I haven't played baseball for last 4 years дейді. Яғни соңғы 4 жыл ол бейсбол ойнамаған. Значит, бұл сөйлем бізде не болады? False болады. Себебі ол кішкентай кезінен бастап әлі ойнап жатқан жоқ. Соңғы 4 жыл ол ойнамаған. Келесі, he enjoys being a part of a baseball team. Яғни ол бейсбол командасының бір бөлшегі болғанының өзі оған не істейтін еді дейді, ұнайтын еді дейді. Значит, бізде айтады the fact that I was a part of or just the fact, яғни мен топтың бір мүшесі болғанның өзі, сол бір факттың өзі не істейді дейді, мені happy feeling, яғни күшті сезімдерге алып келеді дейді. Мен бақытты болам дейді, соны бір топтың мүшесі болғанның өзінде дейді. Значит, біз бұл жерге true қоямыз. Так, келесі.
Келесі. He believes that money is one of the main reasons to become a baseball player дейді. Бұл бізде true. Я, себебі мына сөйлемде айтады. Ә, because of money дейді, я. Яғни ақша үшін. Тек қана мықты болғаны үшін емес, кейбір жағдайларда даже ақша үшін де ойнайды дейді бейсболды. Значит, бұл бізде тоже true болады екен. Және соңғысы бізде Kenneth would like to be in Alex Rodriguez's place because of his fame. Яғни оның атағы үшін Алекс Родригес деген бізде атақты баскетболшы, бейсболшы бар екен. Және ол сол Алекс Родригестің орнында болғысы келеді атақ үшін дейді. Бірақ бізде мына сөйлемде айтқан not because of the fame. Я? Атақ үшін емес дейді. Атақ үшін емес дейді. Значит, біз мына жақта біз false қоямыз. Так, осымен біз сіздермен аяқтайды екенбіз.